ғалымдар өзі солай түсінік береді. Неге? Бірінші, Ясин сүресін бұл жоғарыда хадистің ұқсасы екен. Лаққину маутакум ла илаха иллаллах. Өлейін деп жатқан адамдарға ла илаха иллаллахты айтыңдар деген деп түсінетін болсақ маутакум сөзін, онда иқрау ясин айында маутакум деген сөзді өлейін деп жатқан адамдарға Ясин сүресін оқыңдар деп түсінеді екенбіз, өліп қалған адамға деп түсінбейді екенбіз. Бұл бір. Екінші, егер бұл хадисті өлгендеріңе істеңдер деп түсінген болса, онда сахабалардың ең болмаса біреусі өліп қалған адамның моласына барып Ясин сүресін оқырады. Онда кездеспеген тарихта. Я пайғамбар, не пайғамбардың тәрбиесін алып, қасында жүріп, құлақтарымен сөзін естіп, көздерімен істеген тірлігін көріп жүрген сахабалардың біреусі моланың басына барып, жаңағы осы өлікке Ясин сүресі оққан туралы дерек жоқ. Ол сахабалар сондай амал жасағысы келді әрбір хадиске, әрбір Құранның аятына. Сондай Құран аяты бірі деген Құран аяты бар. Бір сахаба айтады, Құранда бір аят бар екен дейді. Егер сен бір мұсылман бауырдың үйіне барсаң, сосын сен есікті қақсаң, рұқсат па деп. Есікті қақсаң, ар жақтан дауыс шықса, иржиу, қайта берші, қолың тимей жатыр деген бір әңгіме шықса. Фаржиу ва азкалакум. Сонда қайтыңдар, бұл сендер үшін жақсырақ деген аят бар екен да. Осы аятқа амал қылғым кеп өмірім өтіп кете жатты дейді. Ешкім қайта бер деп айтпайды екен да. Бізге біреу айтса, бітті, соң ол адам болмай қалады ғой. Ой, мына что-то. Ол түрлі жағдай адам болған екен, ол бала шағасы бар, әйелі бар, өзі бар, басқасы бар, киімін жуып қойған шығар, басқа болып қалған шығар. Сондықтан шынымен ол өз үйінің өз қожасы. Барған кезде сендерге қайт десе қайтыңдар. Сонда бір аятқа амал істеу үшін өмірім өтіп кете жатты дейді. Осы аятты іздеп жүретін болса, онда бұл хадиске де амал істеуге тырысар еді. Бірақ сахабалардың сонша пайғамбарымыздың 100 мыңнан астам сахабалардың ішінде ең болмаса біреусі Ясин сүресін моланың басында оқымаған екен. Бұдан және түсінеміз, онда өлейін деп жатқан адамға оқу керек деген. Ал енді өлейін деп жатқан адамға оққан кезде бұның бір пайдасы бар. Бізде көбінесе түсінбейтін нәрсені айта салуға тырысамыз. Ана бір Кришна айтатын кармасы сияқты да. Ло пе шу деп қояды, бір мағынасы бар. Бітті. Не болды десе энергия береді дейді. Мағына жоқ түкте. Бірден ұра береді. Ал ислам ондай емес. Исламдағы әрбір сөз мағынаға ие. Ясин сүресінде мағына бар. Сонда сен өлетін жерге барған кезде Құр Ясинді Ясин вал Қур'анил хаким иннака ламинал мурсалин деп оқып қойған жеткіліксіз. Сен сол Ясин сүресінде Аллах Тағала мынандай оқиғаны айтқан десең пайда береді. Шынымен де оның мағынасы тұрғыда көп ғалымдар осы Ясиннің мағынасына қараған кезде, бұл хадисті өлейін деп жатқан адамға оқу керек деп түсінуіміз керек. Өйткені бұл хадистің ішінде аяттар Аллахқа деген иманның дұрыстығын үйретеді, Құранға деген иманның дұрыстығын үйретеді, Аллахтың елшісіне деген иманның дұрыстығын үйретеді, және де пайғамбарлардың сүннетіне еруді үйретеді, және өлген адамның жәннатқа кірген кездегі айтқан сөзін үйретеді. Я лайтани қауми, я лайта қауми я'ламун. Шіркін-ай, менің қауымым білсе ғой. Бима ғафарали, Құдай мені қалай кешіргенін. Бима ғафарали ва жа'алани минал мукрамин. Мені қандай құрметтеген қауым білсе ғой деп армандайды. Бір өлген адам жәннатқа кірген кезде, жәннатқа кіретін уәде етілген кезде. Яғни егер біз иманмен өтсек, ар жақта сондай нәрсе бар екен, тірілер, шіркін адам өліп қалды, қайттан кезегін деп армандап жатсақ, өліп қалған адам мұсылман болмаса, шіркін-ай мұсылман болып менің артыма келсе екен, ол армандайды да. Намаз оқып өлсе екен, мына бейшаралар деп армандайды да. Біз ана өліп қалған қайт тірілсе екен деп армандап жүрсек. Өйткені Аллах сондай нығмет көрсетеді. Тіпті дейді, кішкентай нәресте бала қайтыс болған кезде біз ойлаймыз, ой, нәрестені әкесі мен шешесі бағады, қағады, ой, аузына керек нәрсенің бәрін салады, жегізеді, ішкізеді, сөйтіп көзін айымдай қылып желдің өтінен, елдің сөзінен қорғап жүреді деп ойлаймыз. Сол баласы өлген кезде ана жерге тапсырған кезде бітті, қайғырды уайымдап, егер дейді сол балаға дейді, оны о дүниеге барған кезде Аллахтың мейіріміне түскен кезде, о дүниеге рахаттарды көрсетілген кезде, әкеңе барасың ба, осы жақта қаласың ба деп ерік берсе еді дейді. Онда Аллахтың қасында қала берейін деп айтар еді дейді. О яқтағы мейірімді көрген кезде. Өйткені біздегі мейірім ол өлшемді ғана мейірім. Сол үшін бұл Ясин сүресінде шынымен Аллахтың айтқанын істесең, о жақта көп нығметке жететіндігін бізге айтылып кеткен. Сонымен Ясин сүресінің ішінде тек қана осы ғана тұрғыда емес, ғылыми тұжырымдар айтылып кеткен. Аспан туралы, жер туралы, ай туралы, күн туралы. Тіпті мен өзім алғаш оқуды бітірген кезде, ислам дінін қабылдаған кезде бізге астрономияда үйрететін, күн бір орында тұрады, қозғалмайды, қалған бәрі күнді айналады деп. Кейін күннің қозғалатын кейін тапты ғой. Сағатына 1200 км қозғалатындығын
Ал Құранда сол кезде Ясин сүресінде аят тұратын: "Уаш-шамсу таджри мустақаррин лаха, залика тақдирул азизил алим". Күн өзінің көрсеткен жолымен қозғалып отырады деген аят бар еді да. Мен айттым, Аллахтың айтқаны рас болатын шығар, ғалымдардан тапқан жоқ деп қоя салдым. Көп ұзамай Биг-Бенг теориясын көрсеткен кезде, большой взрыв теориясында күннің қозғалатындығын айтып отқан кезде таң қалдым да. Аллах бүкіл нәрсені алдын ала айта салады. Өйткені өзі жаратқан ғой. Өзі біледі. Бұл да Аллахтың шынымен Құран сөзі, бұл Құран емес, Аллахтың кітабы, бұған шынымен терең ойланып қарау қажеттілігін түсіндіреді екен. Сол үшін өлгеннің қасында Ясин сүресіндегі біреу егер өлейін деп отқанын білсек, болмаса ауырса, бар ғой қазір небір аурулар жазылуын үміт етпейтіні, біздің заманымызда рак болып қала ма, басқа болып қала ма, енді жаман айтпай жақсы жоқ, оған ұшыратпай ақ қойсын, бірақ енді өлер кезде ауырған жақсы дейді негізі. Өйткені тәубе қыласын, кенет өлімді шариғатта онша ұната қоймаған, мұсылман болмайтын болса, ол тіпті жаман. Сол үшін өлер кезде ауырған жақсы дейді. Егер біз сондай бір байқасақ, біреудің ауырғанын, осының бері қарай ма, ары қарай ма белгісіз болатын болса, онда біз оның қасында Құдайды көбірек айтуымыз керек екен, Құдайдың мейірімін көбірек айтуымыз керек екен, тәубеге шақыруымыз керек екен, егер ол өліп кетсе, ертең өкініште қалмау үшін. Сондай жағдайлардың бірі Алматы қаласында бір кісінің әкесі өлетін болды. Маған кеп сұрады: "Не істейін?" деді. "Өлейін деп жатыр әкем" деді. Тұншығып есі шығып баратыр. "Әкең өлейін деп жатқан болса, қасына бар да, сен үлкен баласысың ғой. Ла илаха иллаллах деген сөзді айтқыз. Естірт, сөйтіп түсіндір." Сосын айтты: "Қой, ыңғайсыз болады ғой. Мен барып әкем айтсам, сен өлесің дегендей болып қалады ғой. Оның көңілін ауырып жатқан кісі қинамай-ақ қояйын. Басқа бір фильм қойып берейік па, болмаса халін сұрайық па, астына басқа бір нәрселер істейік та" дейді. Дәрігер шақырып қасына отырғызып қойып айтыр, ақпақ халат көрген кезде айтыр, бір үміті болып жатсын деген сияқты. Сен қазір ла илаха иллаллахны айтуға айта алмаймын, батылым жетпейді деп қиналып жатсың. Әкең өліп қалса неге айтпадың деп ертең одан да қатты қиналасың. Әкең дозаққа кете ма, жәннатқа кете ма, өйткені сен белгісіз болып қаласың. Дұға қыла аласың ба, қыламайсың ба, және белгісіз жағдайға ұшырайсың. Сол үшін қазір сен айтып қал, ертең үміт кеудеңде жүреді, әкем бір жәннатқа кіретін істің біреусін істеп кетті ғой өмірінің соңында деген сияқты. Бұл енді өлген қатысы және бір тірлігіміздің